Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде өте қызықты тақырып және өте қызықты эксперимент өткізетін боламыз. Жалпы сендер білесіңдер ғой найзағайды, иә? Найзағайды көрген кезде анау жерде жарқ ете түседі. Осы құбылысты біз жалпы қалай ол пайда болады? Оны білу үшін біз осы электрофорд машинасын қолданатын боламыз. Ол жалпы 19 ғасырда Уиштергет ағылшын ғалымы жасаған болатын. Және осы құбылысты енді жасайық. Ол үшін мен бірінші осы машинамен сендерді таныстырайын. Бұл машинада бізде екі мөлдір диск жасаған, және олар қарама-қарсы бағытта қозғалады. Және осы жерде бізде алюминий пластинкалары бар, және мына жерде щеткалар бүкіл жақтарында жасалған, және екі жағында ремендері бар. Олар бір уақытта қозғалу үшін жасалған. Және маңызды бір жер, ол бізде конденсаторлары. Мына жердегі тағы да металл шарлары бар, және тұтқа жаңағы электр зарядтарын жасау үшін. Егер мен осылай қозғалсам, бізде жаңағы зарядтар, олар жаңағы щеткаларда жиналып, осы литий банкаларына беріледі деп жиналады. Екі жағынан біреуі плюс, біреуі минус болады. Ал енді осы жерде осы құбылысты жасау үшін көріп тұрғандай, мына жерде кішкене жарқ ете түсіп отыр, иә? Біраз мен осылай алыстан істеймін. Так. Жақындастырсам, бізде кішкене жарқ ете түсті. Бұл бізде құбылыс, электростатикалық құбылыс және зарядтардың разрядтау құбылысы.